Сәлеметсіңдер ме балалар? Қазір дүниетану пәні сабағымыздың тақырыбы катаклизм кезіндегі менің қауіпсіздігім. Бүгінгі сабақта біз қандай катаклизмдер болатынын еске түсіреміз. Катаклизмдер болған кезде не істеу керегін білеміз. Енді жедел жауап әдісі арқылы өтілген сабақты еске түсірейік. Катаклизм дегеніміз не? Қандай табиғи апаттарды білесіңдер? Ауа райында қандай құбылыстар болады? Қауіпті жағдай кезінде біз қандай құтқарушы орындарға қоңырау шаламыз? Жарайсыңдар балалар, жауаптарың өте тамаша. Енді біз мына сызбаға қарайық. Сызбада балалар сызбаны пайдалана отырып, қыста, көктемде, жаз бен күз мезгілінде өзіміз тұратын аймақта қандай катаклизмдер болуы мүмкін? Жалпы катаклизм табиғи факторларға байланысты. Оны алдын ала болжап, күні бұрын дайындалуға болады. Су тасқыны да сондай апаттардың қатарына жатады екен. Енді балалар мына бейне роликті тамашалап алайық. Су басу қаупі төнгенде қауіпсіз жерге көшу керек. Ережені сақтаңдар. Су басу қаупі төнген жағдайда өзіңмен бірге тамақ, су, жылы киім, медициналық қорап, құтқаратын шеңбер, сіріңке, жіп тағы басқа алу керек екен. Жоғарғы қабатқа көтеру не үйдің төбесіне шығу керек. Құтқарушылар келгенше отырған жеріңде күту керек. Жалау, жарық түсіретін құрал немесе майшамды жағып, қай жерде екеніңді білдіріп, белгі беру керек. Енді балалар, жер сілкінісі кезінде қалай дайындалу керек? Мына суреттер арқылы қане жауап берейік. Жарайсыңдар балалар, тамаша. Зілзала кезіндегі даярлықта қандай қателік жіберілгенін осы сұрақтар арқылы анықтап жіберейік кәнеки. Төсекті есік пен терезенің жанынан алып тастады. Ойланайық. Құжаттар мен ақшаны ыңғайлы жерге қойды. Қане ойланамыз. Суды жертөледе артығымен сақтайды. Қане осы сұрақтар төңірегінде ойланып жауап берейік. Тамаша, өте жақсы. Көктайғақ кезде жерге не себеді? Қане, мына суреттерде көрсетіліп тұр. Сол суреттер арқылы тағы да жауап беріп көрейік. Жарайсыңдар балалар, өте жақсы.
Су тасқыны қандай жағдайда болады екен? Қане? Қардың еруінен бе, нөсер жаңбырдан ба, бөгеттің бұзылуынан ба, әлде найзағайдың жарқылдауынан ба? Қане, ойланып көрейік. Тамаша, өте жақсы. Жарайсыңдар балалар. Жарайсыңдар балалар. Бүгінгі біздің өткен сабағымызды қорытындылай келе, сендер қандай катаклизмдер болатынын еске түсірдіңдер. Катаклизмдер болған кезде не істеу керегін білдіңдер. Енді балалар, ауа райы тәсілі арқылы кәне кері байланысқа шығайық. Жарқырап тұрған күн, мұнда біз тамаша, бүгінгі сабақ маған керемет ұнады, тамаша деген күнді көрсетеміз. Ал орташа болса, онда жаңағы көк бұлтты. Мүлдем ұнамаса, онда қара бұлтты бейнесін көрсетеміз, кәнеки белгілейміз.